Достар, мінекей біздер Қарақалпақстан Республикасында аймағында жайласқан Қалқабаттағы Ишан қаладамыз. Мешіт деп ойлап тұрпан, бірақ сыртына ешнәрсе жазылмаған. Меніңше мешіт болса керек. Ишан қала бір уақытлары медресе, мешіт, кітапхана, һәм сол медреседе оқыған студенттердің жатақханасы, һәм және каруан-сарайларды өз ішіне алған. Ишан қала қорғаны 19 ғасырдың екінші ярымынан бастап құрыла бастаған. Достар, бұл Қалқабатта жайласқан Ишан қалаға жас үлкендердің айтуына қарағанда жолбарыстар да зияратлап келеді екен. Бұл қала 18-19 ғасырда жасаған имам Ишан Иманаддин Қайып-Назарбиұлының үлкен ұлы Атағулла Ишан тарапынан ауыл күшіменен Қиуадағы Ичан, яғни ішкі һәм сыртқы деген мәніде қалалардың дәстүрлі экземпляры бойынша құрылған. Қала әстелік менен рауажлана бастаған. Қалада әр күні азанда азан оқылған. Мағлуматларға қарағанда, қала құрылмастан алдын ауылдың аты бірнеше мәртебе өзгеріп тұрған. Қала құрылып біткеннен кейін оның әтрапындағы қалайық қалаға қосылып жасай бастаған. Айтуларына қарағанда, күзде һәм қыста адамдар Ишан қаланың әтрапында жүдә көбейіп кеткен. Олардың һәммесі диқанлар, балықшылар, шопанлар болған. Бір уақытлар Ишан қалаға қысты өткізу мақсатта келген шаңырақлардың саны 40 мыңнан артқанлығы айтылады. Ишан қаладағы мешіт, медреселер әзірде де сақланып қалған. Онда бір уақыттың өзінде 50-ге жақын студенттер тәлім алған. Қала тикарынан діни тәлім беру мақсатында құрылғанлығы себеплі оның диуаллары жүдә бәлен құрылмаған. Жазба деректерге қарағанда қалаға 4 тарапынан кіру есігі, яғни дарвазасы болған. Мынау сол жерде қойымшылық. Бұл жердегі адамдардың ешқайсысының аты жөні жазылмаған. Ешқайсының аты жөні жоқ. Кім екендіктері белгісіз. Достар, мына күмбездің іші меніңше мына жерден азан айтылған болса керек деп ойлап тұрмын. Точно білмеймін, себебі былай деп ойланып лестницамен міндік мінекей іші. Мына есік сол заманның есіклері болса керек, себебі топсаларын көрейік қане.
Бұлар қандай? Бұлар меніңше бір шаңырақ мағазалар болса керек. Енді бұл жер саяхатшылар келетін жер болғаннан кейін меніңше түсіруге болады.